укол салдырғанда медсестраға қараймын, бля, достаточно опытный ма деп бар ғой. Бір ситуация болды кәдімгідей. Бар укол салдырдым, тұрып сала берейік па дейді. Мен өмірі жатып саламын, короче, потому что талқасам удобно, да? Талқасам басын. Талқасаң ана салып бүйтіп алып тастайды ғой спокойно. Сен тұрып салсаң, салып талқасаң, еще анау қалып қойса, бля, мен соның бәрін ойлаймын, короче. Еще наоборот жаққа салайын деп жатқан кезде анау артқа қойып па анда укол. Мен барамын, шприцті алдына алып шықсын. Насквозь өтіп кеткен. Сен былай қара, сен укол салып жатады ғой. Сен бүйтіп алдыға құлап бара жатқан кезде бүйтіп ұстап алса сені. Қайда. Тұр десе. Яна соксыға салдыра берсе еще. Мынандай ма кішкене? Ұстап тұрады. Крюк па? Жоқ, ана кісі есі осымен салдырайын деп жатырмын, ана кісі тұрады деймін. Примерно қараймын, вроде енді опытный. Бірақ мен тұрып тұрмын, салайын деп жатқан кезде пісімілясы дейді ғой, короче. Бәләй, янда сразу дрожь қой кәдімгі үстінде ғой. Өйткені пісімілясы деп андай бүйтіп. Мал соятын кезде. Мал соятын кезде дейді ғой, пісімілясы деп бүйтіп. И сондай өзімді елестетіп кетті. Сенде жазық жоқ. Бала шағың бар ма еді негізі деп бүйтіп салып жатсың.